1989 жыл шілде Майами қаласынан көтерілген жүк ұшағы 10 минуттан кейін ізім-ғайым жоқ болды. Радарлар оны көрмеді, байланыс үзілді, іздеу жұмыстары нәтиже бермеді, ұшақ пен ұшқыш ғайып болды. Арада 30 жыл өтті. 2019 жылы дәл сол күні, дәл сол сәтте, дәл сол ұшақ Майами әуежайына қонды. Капитан тірі, ол қартаймаған, киімі, түрі, жадында, бәрі сол қалыпты. Бірақ бұл не болды? Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін мен сіздерге Бермуд штатында 30 жыл жоғалып кеткен ұшқыш туралы айтамын. Ал сіздер видео басталмай жатып, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Бұл сіздер үшін 1 секундтық іс, ал мен үшін үлкен еңбек. Ендеше біз құпия миссиямызды бастаймыз. 1989 жылғы 2 шілде, ақш-тың Майами қаласы. Таңғы сағат 8:45. Flight 914 жүк ұшағы Куба астанасы Гаванаға бағыт алды. Ұшақта 3 адам: капитан Марк Дэвис, көмекші ұшқыш Джон Хелмс және борт инженері Ричард Мейсон. Ауа райы керемет. Әуе қозғалысы басқармасы ұшақпен үнемі байланыста болды. Бірақ көтерілгеннен кейін 10 минут өткен соң ұшақ радардан біржола жоғалып кетті. Бастапқыда бұл техникалық ақау деп қабылданды, бірақ артынша ұшақ радиосы өсіп, ешбір сигнал бермей қойды. Іздеу, құтқару операциялары басталды. Әскери тікұшақтар, кемелер, ұшақтар жұмылдырылды. Бермуд үшбұрышы маңы түгел шарланды, бірақ нәтиже жоқ. Бір түйір бөлшек те табылмады. Кейбір куәгерлер ұшақ жоғалар алдында аспанда таңғажайып жарықты байқағанын айтады. Аспан кенет көгеріп, найзағай сияқты жарқ еткен. Ұшақ жоғалған аймақ Бермуд үшбұрышы. Бұл аймақ Атлант мұхитының Майами, Бермуд және Пуэрто-Рико аралындағы үшбұрышты кеңістік. Бұл жерде 20 ғасырдан бері 1000-нан астам кеме мен ұшақ жоғалған. Ғалымдар түрлі болжамдар айтады. Магниттік аномиялар, ауа райының өзгеруі, техногендік себептер, алайда ешқайсысы нақты жауап бере алмайды. Бұл жерде уақыт бұрмалануы мүмкін бе? Уақыт тесіктері, порталдар, уақыттық капсулалар бар ма? 30 жылдан кейін 2019 жыл шілде таңертең Майами әуежайында штаттық режим. Радарлар аспанда бір ұшақты байқады. Жақындап келе жатыр, бірақ ешқандай рейс тіркелмеген. Техникалық қызмет ұшақтың Flight 914 екенін көрді. Бұл мүмкін емес, өйткені бұл рейс 1989 жыл жоғалған. Ұшақ еш қиындықсыз қонды. Есік ашылды. Ішінен капитан Марк Дэвис шығады. Ол шокта емес, тек сұрақпен қарайды. Айналасы өзгерген, бірақ өзі сол қалыпты. Киімі таза, өзі жасы шамамен 40-тарда, дәл жоғалған кездегідей. Дәрігерлер дереу тексеріп шығады. Организмде 30 жылдық өзгеріс жоқ. Генетикалық қартаю көрінбейді. Жасушалар 1989 жылғы күйінде қалған. Ол 2019 жыл екенін мүлде түсінбейді. Бұл не ойын? Сіздер кімсіздер? Барлығы өзгергенін көріп, ақырындап шындықты түсінеді. Бірақ оның миында уақыт тек 10-15 минут қана өткен секілді. Мен ұшып келе жаттым. Бір сәтте аспан жарық ете қалды. Жарық, сосын ештеңе. Кейін бір сәтте мен көкте жүрмін. Жерге қону керек болды. Мен көзімді ашқанда айналам бос. Радио жұмыс істемейді. Аспан мүлде басқа түске боялған. Бір сәтте бәрі тоқтағандай болды. Уақыт тоқтап қалғандай. Мен қарадым. Менің қасымда экипажым жоқ. Олар қайда кеткенін білмеймін. Аспанда бір түрлі құрылымдар, бұлттар емес, түсініксіз пішіндер. Жарық бәрін басып қалды. Аспанда ұшып келемін. Радио үнсіз. Мен жерге қондым. Кейіннен осылай болды. Ғалымдар бұл жағдайды зерттеп бірнеше болжам ұсынады. Біріншісі, уақыттық портал. Ұшақ уақыттың тесігіне кіріп, 30 жылды бір сәтте аттап өтті. Яғни ол 30 жылды 10 минутта өтіп кеткен. Қисық кеңістік. Бермуд маңында кеңістік уақытқа әсер ететін физикалық құбылыс бар. Бәлкім сол оны уақытпен адастырып алып кеткен. Құпия жоба. Әскери эксперимент нәтижесінде ұшақ уақыт капсуласына түсті. Яғни олар оны эксперимент ретінде қолданған болуы мүмкін. Бірақ конспирологтар бұл үкіметтің эксперименті дейді. 1980 жылдары олар DARPA жобасын жасаған, яғни уақыт саяхатына арналған құпия жоба болған. Марк осы жобаға кездейсоқ түсуі мүмкін, ал кейбіреулері бұл бөгде өркениеттің араласуы.
оны 30 жыл басқа әлемде ұстаған. Мысалы, сені бөгде өркениет ұрлап, өз әлеміне 30 жыл ұстайды. Онда уақыт өтпейді, ешкім қартаймайды. Бұл тек болжамдар ғана, ал шын өтірігін өзіңіз шешесіз. Бұл жалғыз жағдай ма? Әлде біз білмейтін басқа оралғандар бар ма? Бермуд үшбұрышында уақыт бұрмалана ма? Ғылым жауап бере алмайды, бірақ сұрақтар көбейіп барады. Ал егер бізде бір күні уақыт тесігіне түсіп кетсекші? Марк Дэвис қайда? Ол не жасырады? Неліктен үкімет бұл жағдайды жауып отыр? Әлемде уақыттан тыс жерлер бар ма? Осы сұрақтарға өз ойыңызды комментарийге жазып кетіңіз. Ал мен видеомды аяқтаймын. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Бұл сіздер үшін 1 секундтық іс, ал мен үшін үлкен еңбек.